Түркістан, ер-түріктің бесігі, ежелгі шаһар түлеп, түрленіп жатыр. Адамдар ағыл-тегіл ағылуда. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келіп, зиярат еткен қауымның қарасы қалың. Бірақ осы амалды ширк санайтын шатақ топ әулие әмбиелер жатқан орынды жармақ болады. Бұяға зиярат еткен азаматтар, яғни зиярат ету амалдары террористік ұйымдар тарапынан ширк, яғни дұрыс емес болып есептеледі. Сол салдарынан кесенені жермен жексен қылып, келуші халықтардың арасында үрей тудырту амалдарын жасау жоспарлары болған. Сәләфилік бағытта жүрген кейбір азаматтарымыз біздің даламыздағы мынау әулие әмбиелердің кесенелерін, олардың зияраттарын, сондай дүниелерді өкінішке орай баруға, о жерлерде дұға жасауға, Құран оқуға, тіпті мынау әулие әмбиенің былай қойғанның өзі туған анасы, әкесі қайтыс болған азаматтардың өзі қабір басына зияратқа барып, Құран бағыштап қайтудың өзін ол кісілер